Қайырлы күн, оқырмандар. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз электростатиканың с-дің келген есебі. Есептің шарты бойынша саны n болатын бірдей шар тәрізді сынақтың тамшыларының потенциалдары бірдей. Осы тамшылар бірігетін болса, пайда болатын тамшының потенциалын анықтаңыз. Мына суретте біз салып алдық. Әрбір тамшы бірігетін болса, үлкен бір тамшыны білдіреді. Осы үлкен тамшының потенциалын табу керек. Потенциалдың формуласы фи тең К Q бөлінген R болатын. Үлкен тамшы болғандықтан, оның радиусы үлкен R деп алдық. Енді ішіндегі бір тамшының потенциалын біз фи0 деп алып отырмыз. Ол К Q0 болады, бір тамшының заряды бөлінген радиусын кіші R деп алайық. Енді осы жерде жалпы зарядымыз, үлкен тамшының заряды, ондағы тамшылардың санымен бір тамшының зарядының көбейтіндісіне тең. Осы зарядтың формасын мұндағы зарядтың орнына алып келіп жазатын болсақ, К n көбейтілген Q0 бөлінген R. Енді екі потенциалдың формуласын бір-біріне қатынасын алайық. Фи бөлінген фи0 тең болады. К n көбейтілген Q0 бөлінген R. Мұнда К Q0 бөлінген кіші R болды. Қысар шамаларын қысқарып жіберейік. К пропорционал коэффициент қысқарып кетті және Q0 қысқарып кетті. Мұнда мына үлкен R бөліміне түседі, кіші R алымына ауысып шығады. Сонда n көбейтілген кіші R бөлімінде үлкен R қалды. Енді бізде мынау үлкен шар. Үлкен шардың жалпы көлемі ол кіші тамшылардың санымен ішіндегі бір тамшының көлемінің көбейтіндісіне тең болады. Шардың көлемі жалпы түрде ол 3/4 пи R кубқа тең. Ал бір тамшының көлемі онда 0 тең 3/4 пи кіші R куб болды. Осы екі көлемді мұндағы көлемнің формуласын орнына алып келіп жазатын болсақ, 3/4 пи R куб тең n көбейтілген 3/4 пи R куб. Мұнда да тұрақты шамалар қысқарып кетті. Пи қысқарды. R тең R куб тең n көбейтілген R куб. Куб дәрежеден құтылу үшін теңдіктің екі жағында түбірдің астына алып жүреміз. Үшінші дәрежелі. Сонда R тең түбір астында n көбейтілген R қалды. Осы R, үлкен R-дің мәнін мұндағы R-дің орнына алып жазуымызға болады. Сонда фи бөлінген фи0 тең n көбейтілген R бөлімінде үшінші дәрежелі түбір астында n көбейтілген R. Мына R мен R қысқарды. Мына n-ді де, ал мұндағы n-ді де үшінші дәрежелі түбірдің астына алатын болсақ, онда ол түбірдің астына n-нің кубы болып көреді. Мұнда n. Екеуін бір түбірге алатын болсақ, үшінші дәрежелі мұнда n-нің кубы бөлінген n. Кубпен бір n қысқарып кетті. Түбірдің астында n квадрат қалды. Осыдан фидің өзін табатын болсақ, фи0 көбейтілген n-нің квадраты үшінші дәрежелі. Немесе фи0 көбейтілген n-нің 3/2 дәрежесі деп жазуымызға болады. Жауабы фи тең фи0 көбейтілген n-нің 3/2 дәрежесіне тең болады.